Бүгін сен еселік салыстыруға берілген есептерді шығарып үйренесің. Спорт залында 12 қызыл және 3 көк доп бар. Қызыл доптың көк доптан неше есе артық екенін табайық. Есептің сұрағына жауап беру үшін 3 допты біріктіріп аламыз. Енді қызыл доптың 3-3-тен неше топ болатынын айтшы. Дұрыс, 4 топ болады. Топтың санын қалай білдік? Дұрыс, 12-ні 3-ке бөлсек, 4 шығады. Енді есептің сұрағына жауап бере аламыз. Қызыл доп көк доптан 4 есе артық. Бір санның екінші саннан неше есе артық екенін білу үшін көп санды аз санға бөлу керек. Енді тағы бір есеп шығарып көрейік. Спорт залында 3 көк және 12 қызыл доп бар. Көк доп қызыл доптан неше есе кем? Сұраққа жауап беру үшін 3 көк допты бір топқа біріктіру керек. Енді 12 қызыл допты 3-тен неше топқа біріктіруге болады? Көрейік. Дұрыс, 4 топ қызыл доп болды. Неше топқа бөлінгенін қайдан білдік? Дұрыс, 12-ні 3-тен бөлдік, сонда 4 шықты. Енді есептің сұрағына жауап бере аламыз. Көк доп қызыл допқа қарағанда 4 есе кем. Бір санның екінші саннан неше есе кем екенін білу үшін көп санды аз санға бөлу керек. Екі есептің қандай ұқсастығы бар? Ойланып көрші. Дұрыс, екі есепте де қызыл және көк шарлардың сандық бірліктері бірдей. 3 және 12. Ал есептердің қандай айырмашылығы бар? Дұрыс, бұл есептердің сұрақтары әртүрлі. Біреуінде неше есе артық деп сұраса, ал екіншісінде неше есе кем деп сұрайды. Мұқият қара, есепті қандай амалмен шығардық? Дұрыс, бөлу амалымен. Қандай санды бөлдік? Дұрыс, 12-ні 3-ке бөлдік. Мынандай қорытынды жасаймыз. Бір санның екінші бір саннан неше есе артық немесе кем екенін білу үшін көп санды аз санға бөлеміз.